Сәлем балалар. Бүгін біз сендермен қазақша әріптерді үйренеміз. Қазақ тілінде өздерің білетіндей 42 әріп бар. Алғашқы әріп бұл А әріпі. Мынау не? Аққу. Аққу А әрпінен басталады екен. А, аққу. А, аққу. Келесі бұл не екен? Әтеш. Әтеш Ә деген әріптен басталады. Әтеш. Әтеш. Бұл не? Бұршақ. Бұршақ Б әрпінен басталады. Б. Бұршақ. Вагон. Вагон В. Вагон В. Келесі бізде бұл гүл. Гүл Г әрпінен басталады. Гүл. Гүл. Ары қарай. Бұл не екен? Ғарыш. 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 Ал мынау не? Домбыра. 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 Келесі бізде есек. Е әрпі. Есек. Есек деген сөзде екі Е әрпі бар екен. Есек. Келесі бізде бұл кім? Шахтер. Шахтер деген сөзде Ё деген әріп бар. Ё, шахтер. Ё, шахтер. Бұл қандай жеміс? Жүзім әрине. Жүзім Ж әрпінен басталады. Жүзім. Жүзім. Келесі бізде бұл зәкір. Зәкір З деген әріптен басталады. Зәкір. Зәкір. Келесі бұл жануарды барлық бала біледі. Бұл не екен? Ит. Ит И деген әріптен басталады. Ит. Келесі бізде йод. Йод Е деген әріптен басталады. Е немесе қысқа И дейміз. Йод. Қысқа И. Йод. А бұл не екен? Кірпі әрине. Кірпі К әрпінен басталады. Кірпі. Кірпі. Келесі қандай жануар? Қасқыр. Қасқыр Қ әрпінен басталады. Және де қасқыр деген сөзде екі Қ әрпі кездеседі. Қасқыр. Ал бұл ше? Лақ әрине. Лақ Л әрпі. Лақ. Келесі бізде мысық. Мысық М әрпінен басталады. Мысық. Келесі қандай әріп? Нан. Нан деген сөзде екі Н әрпі кездеседі. Нан. Бұл бізде не екен? Қоңыз. Қоңыз деген сөзде Ң әрпі кездеседі. Қоңыз. Ң әрпінің үлкен әрпі болмайды, тек кіші ғана әріп болады. Бұл не? Ожау. Ожау. Келесі қандай жеміс? Өрік. Өрік Ö әрпінен басталады. Өрік.
Бұл бізде не екен? Пияз. Пияз П әрпінен басталады. П, пияз. П. Мынау қандай гүл? Раушан гүлі. Раушан Р деген әріптен басталады. Раушан. Р, раушан. Қараңыздар, қандай әдемі әшекей. Бұл не екен? Сырға. Сырға С деген әріптен басталады. С, сырға. С, сырға. Келесі бізде тиын. Тиын Т әрпінен басталады. Т, тиын. Т, тиын. Бұл қандай әріп? У әрпі. У, уық. У, уық. Киіз үйдің бір бөлшегі уық. Келесі бізде ұшақ. Ұшақ, ұшады екен, ұшақ О деген әріптен басталады. О, ұшақ. Ал мынау зат әр үйде бар. Бұл не екен? Үтік. Үтік Ү әрпінен басталады. Ү, үтік. Ү, үтік. Телефон. Телефон деген сөзде Ф әрпі кездеседі. Ф, телефон. Ф, телефон. Келесі Х әрпі. Хат. Х, хат. Х. Келесі әріп Х. Бұл қандай тас? Гаухар тасы. Гаухар деген сөзде Х бұлай жазылады екен. Бұл әріптің үлкен әріпі болмайды, тек кішкентай әріпі. Гаухар Х. Келесі бізде цемент. Цемент Ц әрпінен басталады. Цемент. Ц, цемент. Келесі бізде Ч әрпі. Бұл не екен? Дүкенге барғанда бізге чек береді. Чек Ч әрпінен басталады. Ч, чек. Ч, чек. Бұл қандай зат? Шәйнек. Шәйнек Ш әрпінен басталады. Ш, шәйнек. Ш, шәйнек. Бұл әріп Ш. Щетка деген сөзде кездеседі. Щетка Ш. Щетка Ш. Бұл бізде жуан дыбыс. Бұл әріп подъезд деген сөзде кездеседі. Жуан дыбыс. Подъезд. Подъезд. Мынау Ы әріпі. Бұл бізде не? Ыдыс. Ыдыс Ы әрпінен басталады. Ыдыс деген сөзде екі Ы әрпі кездеседі. Ы, ыдыс. Келесі бізде ірімшік. Ірімшік деген сөзде І әрпі үш рет кездеседі. І, ірімшік. І, ірімшік. Бұл жіңішке дыбыс. Альбом. Әріпті жіңішке қылады. Альбом. Альбом деген сөзде жіңішке дыбысы кездеседі. Бұл балмұздақтың аты эскимо. Эскимо деген әріптен басталады. Эскимо. Эскимо. Бұл қандай жануар? Аю. Аю деген сөзде соңында ю әрпі кездеседі. Ю, аю. Ю, аю. Ал бұл ең соңғы әріп. Мынау не? Тақия. Тақия деген сөздің соңында я әрпін көріп тұрмыз. Я, тақия. Я, тақия.